айналамызға мұқият қарайықшы. Күн сайын өтіп жүрген көшелер. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. Биыл көктемде Шымкентте 500 миллионнан астам қызғалдақ жайқалды. Шаһардан жылдың кез келген мезгілінде кездестіруге болатын қызғалдақ қаланың символы. Столько радости, как все, сколько лет, вот мы живем 60-го года здесь, казалось, все глина, ничего не растет, боже, стали ухаживать, все растет, все, и цветы растут, и все цветет, просто город замечательный. Біз дәстүрге берікпіз. Бұл барлығына күнделікті өмір мен тағамға, үлкендерге құрметтеуге қатысты. Осылай бола тұра Шымкент, Қазақстандағы дәстүр мен заманауи жаңашылдық қатар жүретін жалғыз қала. Біз бақытты өмір сүре аламыз. Біз барша адамзатқа жылулық, қонақ жайлық және өзара түсіністік сыйлай алатын қала. Шымкентте өмір сүреміз. Бұған қоса Шымкент дегеніміз бұл Жастардың қаласы. Біздің қала күннен күнге дамып келеді. Оған қоса жаңа қала Шымкент Сити соғылуда. Қала ішіндегі қала 70 мың адамға шақталған. 420 гектар аумақта 7 мектеп, 21 балабақша, 2 емхана мен 7-12 қабатты үйлер соғылады. Бұл қала жыл сайын 5 мыңнан астам отбасыға қуаныш сыйлайтын. Өте керемет. Шуақты ғажап қала. Шымкент қаласы білім саласындағы жаңа технологияларды жариялайтын қала. Ал балаларды балабақша мен мектепке электронды түрде қабылдау бағдарламасы, мектептерді электронды түрде бақылайтын iMектеп.kz және мұғалімдер мен директорларды ашық конкурс түрінде қабылдайтын T-Hunter.kz бағдарламаларын еліміздің барлық білім беру мекемелерінде енгізу ұсынылған. Бұған қоса мұнда жыл сайын жаңа мектептер мен балабақшалар соғылуда. Тек 2017 жылдың өзінде ғана мұнда жаңа 8 мектеп соғылды, тағы 7 білім ошағы салынуда. Шымкент ырымшылдыққа жол жоқ қала, ал 13 саны біздің мақтанышымыз. Біздің қала нағыз қауіпсіз шаһарға айналып келеді. Құқық бұзушылық саны 11,2% кемсе, жол көлік оқиғасы 40% азайды. Шымкент жолдары жөнделетін қала. Қаламыздың жолдары жыл санап жақсарып келеді. Соңғы 2 жылдың өзінде мұнда 462 ішкі орам жолы жөнделіп, 10 көше кеңейтілді. Соның 12 көшесінде жаяу жүргіншілер жолы салынды. Ал қаланы су баспасы үшін мұнда 25 шақырым ирригация жүйесі тартылды. 5 жол мен ірі жол айрығының құрылысы жүруде. Бізге өз сұрағымызға жауап алу үшін кабинет аралап жүгірудің қажеті жоқ. Бар болғаны бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсететін фронт офиске келсек болғаны. Шымкент бұл адамдар өздерін құрметтейтін қала. Біздің таңдауымыз көп. Қаладағы жаңа 129 спорт алаңшасының бірінде көше спортымен айналысуды қалайсыз ба? Немесе автокөлікті велосипедке ауыстыруға болады. Шаһарда 40 велостанция орнатылған. Шымкент қаласының саябақтары өте әдемі және біз бұнда өзіміздің
бос уақытымызды күшті өткіземіз. Және Шымкентте мұндай орындар көбейе түсуде. Соңғы 2 жылда Шымкентте жаңа 7 гүлзар мен Наурыз саябағы салынды, және Жайлау көл ойын-сауық орталығы ашылды. Ал бұған қоса бізді шымкенттіктер деп атайды. Ал елбасының өзі бұл қаланың ерекшелігін атап өткен. Адамға Құдай өмірді бір-ақ рет береді, оны Шымкентте сүру керек. Міне, біз жарқын әрі күн қаланың тұрғындары шымкенттіктер осындаймыз. Оңтүстіктің ыстық күні сияқты өзімізде баршаға жылу сыйлап, күлкімізбен қуантамыз. Әр қашан көмекке келіп, қолдау көрсетеміз, тамақтандырып, қонақтың бір жымиғанына бола бәрінен бас тартамыз. Welcome to Шымкент.